КТК телеарнасының қазақстандық телевизиясының дамуына қосқан үлесі жоғары марапатқа лайық деп танылды. Бақ саласындағы президент гранты телеарнамызда ұзақ жылдар қызмет етіп келе жатқан әріптесіміз Диас Нұрақынға бұйырды. Нұрақын Диас Ермекұлына КТК телеарнасының ақпараттық бағдарламалар дирекциясы, орталық редакциясының редакторына Қазақстан телевизиясын дамытуға қосқан үлесі үшін тапсырылады. Мемлекет басшысының атынан президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Дәурен Абаев сөз сөйледі. Қасым-Жомарт Тоқаев журналистерді кәсіби мерекесімен құттықтап, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күнделікті еңбегін жоғары бағалайтындығын айтқан. Сонымен қатар президент ұсынысымен елімізде жаңа мереке пайда болды. Енді қазанның бірінде Қазақ радиосының 100 жылдық мерейтойына орай ресми түрде радио қызметкерлері күні тойланбақ. Бұл біздің жаңағы теңізге тамған тамшыдай ғана кішкентай көзге көрінер-көрінбес еңбегіміздің бағаланған деп сенем. Жалпы ойлайтынмын, осы президент гранты, президент сыйлығы деген жоғарғы марапаттар тек қана телеарнадан, көк жәшіктен түспейтін дикторлардың, жүргізушілердің ғана алатын сыйлығы деп жоқ, олай емес екен. Біз сияқты кадр сыртында жүретін, қара жұмыс істейтін журналистердің де, тілшілердің де еңбегін бағалайды екен. Бұл енді жалғыз менікі емес, мен жеке басыма берілген жоқ, барлық әріптестерімнің жеңісі.